Осы Аманбай атамызды таныстырып, бәріңізге де рахмет, уақыт бөліп келіп атырған. Енді біздер осы Аманбай ұрпағынан қалған екі қызбыз. Баяғыда Қаражан атамыз Шопан атаға барып түнегенде, Шопан атамыз түсіне кірген екен, түсінде бас тартқан екен жаңа Қаражан атамызға. Сонда тілі жоқ, бас тартқан екен, тілі жоқ. Сонда Қаражан атам жылаған екен еңкілдеп. Ойпырмай, атам маған тілі жоқ, бас тарттау, менің ұрпағым осы болмайдау деген екен. Сол енді біздер міне екі қызбыз қалып тұрған ұрпағынан. Халық бар ғой енді, Қосқұлақтың ұрпақтары. Сол Қаражаннан Юхан деген кісінің қызымын. Атым Гүлсара, айттым ғой. Ол кісі, Юхан деген кісі, ана Аманбай атаның орнында фотосы тұр. Сол Юхан әкем тұрған фотосы. Бәріңізге де рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, халқым. Рахмет бәріңізге де. Алла разы болсын. Осы асты ұйымдастырып атырған інілерімізге, ағаларымызға да Алла разы болсын. Бала шағаларының қызығын көрсін. Деніміз сау болсын, заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Рахмет көп-көп. Енді айтатын сөзім көп еді, кішкене толқып тұрмын. Сіңдім жалғастырар. Ассалаумағалейкум бәріңізге. Қазақ айтады ғой, қыз жат жұрттық деген ұғымының, қыз жат жұрттық деген қазақ ұғымының, қара сөздің қайнатамын тұғырымын. Үш атадан қалған жалғыз ұлдан қызда болсам қалған бір жұғынымын. Бәріңізге мен де сол айтайын деп тұрған ең үлкен атамыз ол Аманбай ата болған. Одан кейін Қаражан атамыз, Түрке деген атамыз ол ең кенжесі болған, оны үлкен қара шаңырақ деп таныған әуелде. Сол осы кісілердің бәрін зерттеп, ең бірінші шығарып жүрген Ислам Қажы ағамыз. Осының бәрін жазып, теріп, бүткіл жер дүнияның бәрін аралап, осы кітапты жазып, ең бірінші бізді қуантқан кісі осы Ислам Қажы ағамыз. Одан кейін Қошқарбек осы басына үлкен мазар тұрғызып, үйме келіп, мен нағашыларым қолында өскесін, көп біз нәрсені білмей қалдық. Сол кезде осы Қошқарбай ағам, жаңағы ағаларым келіп, үйге таныстырып, осы менің осындай деп бәр жағдайды айтып, өстіп, біздер сол кезде ғана білдік, себебі біздер әрқайсымыз жетім қалып, жан-жақта болдық. Сондықтан айтарым, мына қалың ел, Қосқұлағым, аман болыңыздар. Мына ардақты ағаларыма, осы жерде отырған бауырларым, мына Сәкен ағам бізді ерекше құрметтейтін, осы Сәкен ағам балдарына соның бәрін керемет қылып үйіп кеткен құлағына. Осы Сәкен ағамның балдары бастап, мынандай үлкен шаруа осындай бітіп атыр. Ислам Қажы ағам бар, үлкен осы жерде Қамар Сұлу деймін мен. Қамар Сұлу деген осы жерде сіңлім бар, Тұмаш ағамның қызы. Осы кісіде барлығы жабылып өткенде үлкен конференция беріп, елге таратып, үлкен ғалымдар келді жан-жақтан. Сол ғалымдар не деді? Аруақтың қалай ұшатыны туралы, аруақ адамда қалай болады, қалай оны жаңағындай жаңағы ғылыми тілде барлығын студенттерге түсіндіріп айтты. Кітабының бәрі шықты. Осындай үлкен еңбек жақыннан бері жасалып жатыр. Соның барлығына рахмет айтамын, мың алғыс болсын Алладан. Аталар аруақ әрқашанда сіздерді қолдап жүрсін. Барлық жанұяларыңыз, үйлеріңізде барлығы тек жақсылық бола берсін деймін. Қосқұлақтарға шексіз ризамын өзім. Сол енді жаңағы Түркиден тараған, осы жерде қарайған, осы жерде жиендеріміз бар. Түркиден де ешкім қалмады, тек қыздар қалған. Сол қыздардан тараған жиендеріміз бар. Осы әдені жаңа келіп, Қаражан атамыздың қалыңдығынан қалған жиен апамыз бар, қазір міне сөйлейді, өзі айтады бәрін. Солар мінекей, солардың міне жиеншарлар, солардан тараған барлығы міне мына көк шатырлы үйді келіп құрып, дастархан жайып, осы жаңа нені құрметті жасап жатыр бұларда. Бір жағынан қолынан келгеннің бәрін жасап жатыр. Сол барлығыңызға, ардақты ағалар, бауырларым менің енді бізде ұл болмағасын,
қос құлақтың деген адамның бәрін бауыр қыламыз. Мың алғыс бәріңізге. Ағаларымыз құрметтейді бізді көргенде, жеңгелеріміз құрметтейді көргенде, соның бәрі біз үшін үлкен бір керемет жаңағы не көреміз осы Қосқұлақ ауылын. Өзім Есентемірдің әйелімін, атым Сара Юханқызы, мен мана айттым ғой енді. Бәрі де таниды енді Ақтауда бәрі. Сол еліміз, жұртымыз өстіп керемет болып, бай болып, осындай асқа жиналып, сол асты өстіп ауызбіршілікпен керемет болып өткізіп, барлығымыз осы жерде барлық адамдар осы жиналып отқан, бостан босқа келіп отқан жоқ, барлық қуанып, мәз болып келіп жатыр. Бүгін керемет болып ұйымдастырылды. Соның бәріне ұйымдастырушы мына нелерге рахмет айтам бәріңізге, балдар, бәріңізге. Сол ұрпағыңыз дами берсін, көбейе берсін, көктей берсін Қосқұлағым. Амин. Аман болыңыздар.